Қайырлы күн әріптестер. Бүгін мен өзім сіздерменен география пәнде жазған элективті курстың тақырыбымен және оның құрылымымен сіздермен бөліскім келіп отыр. Менің таңдап алынған элективті курсымның тақырыбы геоэкологиялық мәселелер және тұрақты даму мақсаттары. 10-шы сынып оқушыларына арналған, аптасына 1 сағат, барлығы 34 сағатты құрайды. Аты жөнім өзім таныстырып өтсем, сіздерменен Естемесова Айнұр Тұрғынбекқызы, номер 30-шы мамандандырылған лицейдің география пәні мұғалімі. Енді бұл авторлық бағдарламаны таңдап алудағы негізгі мақсатым қазіргі таңда экологиялық мәселе дүниежүзі елдерін ойлантып толғандырып отырған өзекті мәселе болып отыр. Мақсатым оқушыларға геоэкологияның негізгі ұғымдарын, тұрақты даму принциптерін түсіндіру және олардың өзара байланысын анықтау, оқушыларды қоршаған орта мәселелеріне деген сын тұрғысынан қарауға, шешім қабылдауға және тұрақты дамуға үлес қосуға үйрету болып табылады. Енді осы айтылған мақсатқа жету үшін мынадай міндеттерді орындауды көздейді. Бірінші орындалуы тиіс міндет ол Қазақстанның геоэкологиялық ерекшеліктерін талдау жүргізу, табиғи ресурстарды тиімді пайдалану жолдарын қарастыру, тұрақты даму мақсаттарының мәні мен маңыздылығын түсіндіру, сонымен қатар геоэкологиялық мәселелерді шешудегі тұрақты дамудың маңыздылығын түсіндіру, оқушылардың экологиялық санасын қалыптастыру және оларды экологиялық жобаларға тарту болып саналады. Бұл осы ұсынып отырған элективті курс бағдарламасының ғылыми жаңалығы. Курс мазмұнының құрылымында геология, география, биология, химия, экономика, әлеуметтану сияқты пәнаралық байланыстар көрініс табады. Енді бұл пәнаралық байланысты орнату арқылы оқушылар өздерінің бойындағы мәселелерді жан-жақты талдауға үйренеді. Сонымен қатар тұрақты даму мақсаттарына баса назар аударылып, Біріккен ұлттар ұйымының 2030 жылға дейін орындалуы тиіс 17 мақсаты қалданатын болады. Сонымен қатар оқушылардың жалпы осы тұрақты даму мақсаттарын қалайша практикалық тұрғыда жүзеге асыруға болатындығына кішкене жобалық жұмыстар ұйымдастырылған. Бағыттылығы бұл курс оқушылардың экологиялық білімдерін қолданып, табиғаттағы мәселелердің шешімін табуға, жаратылыстану ғылымдарының контексттерін түсіндіру қабілеттерін дамытуға бағытталған. Экологиялық түсініктер мен құралдарды пайдаланып, құбылыстарға сипаттама жасайды, түсіндіруге және оған болжам жасауға үйренетін болады. Сонымен қатар оқушылар қоршаған ортаның өзгеруіне және адамдардың шаруашылық әрекетінің табиғатқа әсерін талдау жасай отырып, олардың себептерін анықтайтын болады. Не себепті осындай мәселелер туындап жатқандығын. Авторлық бағдарламаның құрылымымен таныстырып өтетін болсам, 4 бөлімнен тұрады, 4 тоқсанға. Бірінші тоқсандағы бірінші бөлім геоэкологиялық мәселелер, мұнда 8 сағат, 5-еуі теориялық және 3-еуі тәжірибелік сабақ болып саналады. Геоэкологиялық түсінігі, сонымен қатар геосфераның ластануы, қоршаған ортаның антропогендік өзгерістері, геоэкологиялық экожүйелердің басқару, сонымен қатар агроэкологияны, демек, сондағы тұрақтылықты қалайша сақтап қалуға болады, қалай қолдауға болады, осыларды қарастыратын боламыз және қоршаған ортаның ластану деңгейінің жай-күйін бағалауға бағдарланған болып саналады. Екінші бөлімде табиғатты пайдалану барлығы 8 сағат, теориялық 5 сағат және тәжірибелік 3 сағат. Табиғатты пайдалану түрлері, сонымен қатар жер ресурстары және планетаға жүктеме, қазіргі таңдағы жердің бетіне адамдар қандай ауыртпалық түсіріп жатыр, қандай проблемалар түсіріп жатыр, соларды оқушылар талдайтын болады. Табиғат ресурстарын тиімдігі, пайдаланудың экономикалық тиімділігі, демек, табиғаттағы қалдықтарды игеру арқылы оны қалай экономикалық тұрғыда пайдаға айналдыруға болатындығын қарастыратын боламыз. Тұрақты даму мақсаттары мен қағидалары барлығы енді 3-ші тоқсан ұзақ болғаннан кейін 10 сағат, теориялық 6 және тәжірибелік 4 сағат ұсынып отырмын. Мұнда тұрақты даму стратегиялары, сонымен қатар 17 мақсаты қарастырылады. Соның ішіндегі жасыл экономика, тұрақты қала жоспарлау, табиғатты қорғауды, халықаралық ынтымақтастық, сонымен қатар болашақтың экологиялық
көріністері орын алады бұл тақырыптың жоспарында. Сонымен қатар экологиялық жобалар дейтін 4-ші бөлімді алдым. Бұл бөлімді осылай атаудағы себебім, негізгі менің мақсатым оқушылардың тұрақты дамудағы қойылған мақсаттарды қалайша жобалық жұмыстар арқылы орындауға, жүзеге асыруға болады. Енді сіздер білесіздер, егер де оқушыларға жоба ұсынып келіңдер, жоспарын құрып келіңдер десеңдер, қазіргі мынау жасанды интеллекттің негізінде барлығын дайын күйінде ойланбастан алып келіп бере салады. Бірағында оны нақты практикалық тұрғыда жүзеге асыру барысында біраз қиыншылықтар орын алады. Сондықтан да оқушыларға тек қана формальды түрде слайдтар немесе презентация жасап ұсынып қана қоймай, оны нақты жүзеге асыруды көздеп отырмын. Бұл экологиялық жобалар 8 сағат, теориялық 1 ғана сағат, қалған барлығы да тәжірибелік 7 сағатты құрап отыр. Оқушылар тұрмыстық қалдықтар, демек, қатты қалдықтарды, пластик, сонымен қатар материалдар, маталар, қағаздар, ағаштар, темірлер, соларды қалайша пайдаланып, оны кәдеге жаратуға болады. Осыған байланысты жоба ұсынамын. Оқушылар өздерінің жобалық жұмысын бірінші презентация ретінде ұсынатын болады, ал екінші сабағында соған қатысты нақты бұйымдар жасап алып келіп ұсынатын болады. Және де сабақтың соңында, осы бөлім аяқталған соң, жыл бойындағы алған білімдерін қорытындылау негізінде олардың жасаған жұмыстары эко-көрмеде ұсынылады. Оған мектеп әкімшілігі, барлық оқушылар қатыса отырып, оған баға беретін болады. Жеңімпаз оқушылар марапатталады. Келесінде ақпараттық әдістемелік бөлімге келетін болсам, мұнда бағалау критерийлері неге баса назар аударылуы тиіс. Бірінші, оқушылардың теориялық білімдерін меңгеру деңгейі, бақылау және тәжірибелік жұмыстарды орындау дағдылары, зерттеулер, жобалар, экскурсиялар ұйымдастыру, сонымен экологиялық мәселелерді талдау және шешу қабілеті, оқушылардың тұрақты даму принциптерін қолдану дағдылары, экологиялық жобаларды жоспарлау және жүзеге асыру қабілеті, сонымен қатар оқушылардың топта жұмыс жасай алу қабілеті, коммуникациясы осы тұрғыдан бағаланатын болады. Оқытуды ұйымдастырудағы әдістемелік нұсқаулыққа келетін болсам, енді бұл бөлім сіздер үшін өте маңызды деп санаймын. Әр қайсы бөлімнен мысалы ретінде бір тақырыпты жүргізудің жолын ұсынып отырмын сіздерге. Мысалы, бірінші бөлімдегі геокологиялық мәселелер бөлімдегі қоршаған орта мониторингі және бағалау тақырыбында оқушыларға мынадай тапсырмаларды ұсынуға болады. Қазгидрометтің сайтына кіру арқылы, ондағы интерактивті карталарды пайдалана отырып, оқушылар Қазақстанның әр өңіріндегі ластанған қалаларды, тіпті Алматы қаласындағы қайсы аудандарында қатты ластану деңгейі көрініс табады, соны бақылауға болады. Және де мен оқушыларға мынандай тапсырма ұсынар едім. Бірінші, Қазақстан аумағында ауасы жоғары деңгейде ластанған қалаларды анықтаңыз. Екінші, әр қаланың ауаны ластаушы химиялық элементтерді анықтап жазыңыз. Оны балалар нәбіреу көрсетілген бағдаршалардың үстін басатын болса, интерактивті картадан ол жерде қандай химиялық элементтерменен ластанғандығын көруге болады. Соларды қарай отырып, оқушылар жазып шығады. Осы қалардың ауасының ластану себебін түсіндіреді. Демек, сол ластаған элементтерді ескере отырып, ол қайдан шығады, немен ластанып отыр, соны талдап жазатын болады. Сондай-ақ оқушыларға үйге де тапсырма беруге болады. Мысалы, Алматы қаласындағы қайсы аймақтарда, аудандарда ластану деңгейі жоғары көрсеткіші тіркелген, және де оларды тәулік ішінде бақылау жүргізу. Уақытты таңғы 6-дан түнгі сағат 22:00-ге дейін деп алдым, 10-ға дейін. Осы уақыттың аралығында оқушылар әр сағат сайын Алматы қаласындағы ластанған аймақтарды тіркеп отыратын болады. Нәтижесінде бір апталық қорытындыны шығара келе, бір тәуліктің ішіндегі сағат қанша мен қаншаның аралығындағы ауа сапасы қатты ластанады және қайсы көшелердің қиылысында екендігін анықтап жазып келетін болады. Бұл оқушыларға жан-жақты талдау жұмысын жүйелі түрде орындауға мүмкіндік береді.
Екінші тапсырма, екінші бөлімдегі Бірақ бізден сағат 3-ке қайта ма, Алима, біз 6-ға дейін орта жерде. экскурсия 6-ға дейін, жасау 6:30, кешкі сағат 7:30-ға дейін жүрген ұйымдастыруда, біз 6-та бітіп, 4:30-да мысалы ретінде мынаны айта аламын. Алматы қаласында 2024 жылы эко-хаб құрылған болатын. Ол Марков көшесі 44-ші үйде. Мұнда сіздерге оның парақшасын ұсынып қойдым. Жалпы бұл экскурсияға апарудың қандай маңыздылығы бар? Негізі бұл Алматы қаласының экологы Евгений Мұхамеджановтың ұйымдастырып, мемлекеттің және Алматы әкімдігінің қолдауымен жүзеге асырып отыр. Оқушылар бұл жерге өзімен бірге пластикалық қалдықтарды ала барып, сонда өңдеп, және де мысалы Алматы қаласының Алматы түріндегі сағатын жасай алады. Сонымен қатар басқа да пластикадан орындықтар жасауға болады. Нақтырақ айтсам, бөтелкенің қақпақтарынан. Және де бөтелкенің өзінің өңдеу техникасы бөлек болады. Одан да басқа да бұйымдарды жасап, балалар өзінің экологиялық білімдерін және дағдыларын қалыптастыратын болады. Осылайша тұрақты дамуға аздап болсақ та өзіміздің үлесімізді қосатын боламыз. Келесі оқытуды ұйымдастырудың әдістемелік нұсқауындағы тұрақты даму мақсаттары мен қағидалар дейтін 3-ші бөлімде мынау тақырыпты алып қарастыратын болсақ, қолжетімді әрі таза энергия көздері тақырыбында оқушылар egov.kz сайтына кіру арқылы мұнда тұрақты дамудың 17 мақсаты көрсетілген. Сол тұрақты дамудың 17 мақсатының ішінде 12-ші мақсатты алып қарастырып отырмын. Мұнда қолжетімді әрі таза энергия көздері мақсатымен танысады оқушылар. Ішіне кіріп қарайтын болсаңыздар, статистикалық талдау жұмыстары көрсетілген. Мысалы, мұнда халықты газдандыру деңгейі, жылдар бойынша көрсеткішінде қазіргі таңда мысалы 60% құрап отыр. Жылу электр станцияларының 60% бізде газ жүйесіне көшкен. Ал сонымен қатар электр энергиясын өндірудің жалпы көлеміндегі жаңартылған энергия өндірудегі электр энергиясын үлесін әрбір өңір бойынша талдау жасауға болады. Мысалы, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша Шымкент қаласы, Алматы қаласы, немесе Жамбыл облысы деп батырманы бассаңыздар, сонда сіздердің диаграммасын ұсынады. Сол арқылы оқушылар талдау жұмыстарын жүргізеді. Келесіндегі экологиялық жобалар бөлімінде, бұл бөлімде 2 бөлімге бөліп қарастырамын. Мұнда қатты қалдықтардан қағаз қалдығы, сосын пластик қалдығы, және де нелерді, темір және маталарды деп бөлік 3 топқа бөліп қарастырып отырмын. Бірінші кезекте, мысалы, қағаз қалдықтарын өңдеуді жоспарлауда дайындық кезеңінде оқушылар жобаның тұжырымдамасын жасайды және мектеп әкімшілігімен келіседі. Әрбір коридордың, дәліздердің әрбір бұрышына қораптарды орнату, немесе әрбір сыныптарға орнату мүмкіндігінше, сонымен қатар қажетті жабдықтарды дайындайды. Жобаға қатысатын оқушылар тобын құрады өздері. Ал жинау кезеңінде әр сыныпқа қағаз жинау пункттерін орнатып, сонымен қатар сол ең көп қағаз жинаған сыныпты марапаттап отыру көзделеді. Екінші кезеңде қағаз қалдықтарынан бұйымдар жасау кезеңінде бұл жерде 2 бөлімнен тұрады. Біріншісінде жинақтаған қағаздарды сұрыптау және тазарту. Енді балалар қағаз жинау деген кезде әртүрлі, оның ішінде пластиктер кетіп қалуы мүмкін, немесе темірлері болуы мүмкін, соны тазарту жұмыстары жүргізіледі. Сосын қағаздарды ұсақтап, қолөнер бұйымдарына жасау ұсынылады. Оқушылардың шығармашылық шеберханаларын құратын болады. Ал екіншісінде экологиялық ағарту кезеңінде балалар экологиялық тақырыптағы көрмелер ұйымдастырады. Сонымен қатар оқушылар өздерінің жасаған жұмыстарын эко-көрмеде ұсынып бағаларын алады. Мұнда жарыс ретінде ұйымдастырылып, өте жоғары деп саналған бағаланған жұмыс мектеп тарапынан мадақтама қағазымен, сонымен қатар сыйлықтарменен марапатталатын болады. Жалпы қорыта айтқан кезде, бұл экологиялық білім беру және тұрақты даму мақсаттарын іске асыру өзі 2030 жылға дейін жоспарланып отыр ғой. Ал Қазақстанда бізде президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 2015 жылы осы мақсатты жүзеге асыруды міндет етіп қойған болатын. Соның аясында біраз шаралар жүзеге асты. Соның бірі өздеріңізге белгілі 2017 жылғы
экспо көрмесі. Енді біз өзіміздің тарапымыздан мұғалім ретінде не ұсына аламыз деген сұраққа жауап ретінде іздеп көріп, осындай жұмыстарды мен сіздерге ұсынып отырмын. Назарларыңызға рахмет, барлығы түсінікті болды деген ойдамын. Егер сұрақтарыңыз болса, кері байланыс жасап жіберсеңіздер. Қайырлы күн, әріптестер, дауысым естіліп тұр ма? Аха, естіліп тұр. Микрофонды Айнұр, қойдың, ау. иә, өте керемет, жақсы нелер көрсетіп жатырсың. Рахмет бүгінгі сабағыңа, шебер сыныбыңа, жалпы тиімді, жақсы нәрселерді көрсетіп жатырсың. Алар затымыз көп деп ойлаймын. Рахмет сабағыңа. Тағы да мүмкіндік болса, осыны неге жіберсең, қарап ішінен алатынымыз болса, тәжірибе алмасып бір-бірімізден деген сияқты. Жақсы, рахмет. Жақсы, Сұрау сіздерге жоқ де енді. рахмет көп-көп. Сұрақтарыңыз болса, бөлісуге әрқашанда дайынмын. Мен естіліп тұрмын ба? Саламатсыздар? Естіліп тұрсыз? Қалың қалай, Айнұр? Аяқ жағында қатысып қалдым. Негізгі қазіргі өзекті тақырып тұрақты даму. Сондықтан бұл тақырыбыңда әлі де болса да шыңдап, ары қарай қалаға болса да бөлісуге кішкене шет жағасын. Басқа да білікті, білімді мамандар бар, бірақ дегенмен де бұл тақырып ауқымы үлкен. Білесің, 10 мен 11-де өте қатты назарға алынған тақырыптар. Сондықтан ары қарай да бұны дамытып, жақсартып, шыңдай бер. Талабыңа нұр жаусын, молодец, жарайсың. Жақсы, рахмет, апай. Қайырлы күн, әріптестер, қалдарыңыз қалай? Сәлеметсіз бе? Айнұр, жарайсың. Бұл енді 10 сыныптарда да, 11 сыныптарда да ауқымды бірнеше сағатқа берілген тақырып. Экология тақырыбы, тұрақты даму деген қазіргі таңда біздің балаларымыз үшін өте қажет. Яғни тұрған мекенімізді экологиялық тұрғыдан қалай қарастырамыз, қалай тұрған мекенімізді таза ұстаймыз деген проблемалар бізде өте көп. Солардың проблемалардың тырнақалды болып тұр. Жарайсың, осылай біліміңді шыңдай бер, біздерге керек, балаларымызға керекті дүниелерді, құнды дүниелер жасауыңа тілектеспіз. Сәттілік саған. Жақсы, рахмет. Ендеше басқа қояр сұрақтарыңыз болмаса, онда конференцияны жабық деп жариялайық. Әрдайым байланыстамын. Рахмет. Жақсы, рахмет. Көп-көп. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.